Басталды. Ендеше бірінші сұхбатымыздың жалғасы Қытайдағы сұмдық оқиғалар. Бұл бүкіл дүние жүзінің назарын аударып отырған үлкен әлемдік ірі оқиға. Әсіресе екінші дүниежүзілік соғыс тұсында 6 миллион еврейді неміс фашистері қынадай қырды. Ал бірнеше 100 миллион адамды жапондар қырып тастады. Олар Корея, Қытай, Тайвань, Гонконг, Макао, Лаос, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Индонезия тұтас осы жақты жаулап алды. Ал Италия тіпті анау Африканың біраз жерін жаулап алды. Сол заманда фашистік Италия, Жапония, Германия үш елдің одағы сол кезде еуропалық елдермен және Америкаменен одақтасқан Совет одағыменен соғысты. Ал енді ол кезде Совет одағы мен Еуропа, Америка одақтасқысы келмесе де, осы үш фашистік елге қарсы өздерінің ортақ мүддесі болғасын одақтасып соғысты. Дәл қазір сол жүйе қайтадан қалыптасып келе жатыр. Сол кездегі үш фашистік ел Германия, Италия, Жапонияның орнын бүгін Ресей, Қытай, Иран осы үш фашистік ел жаулап, үш диктаторлық ел орнын басып, енді оның ортасына біздің мынау сол Ресейдің мәжбүрлеуімен солардың сызған сызығынан шыға алмайтын Орта Азияның стандары қосылып тұр. Бұл елдер сол Ресей мен Қытайдың қабағына қарап отыр. Билеушілерінде жаңағы Грузия, немесе Әзербайжан, немесе Украинаның басшылары сияқты тәуелсіз саясат жүргізетіндей қарым қабілет болмағандықтан, тіпті анау ертенің ертесінен орыстың КГБ-сының басыбайлы иттері болғандықтан, олар Қытай мен орысқа жаңағы тізе бүккен бодан болған жаңа қуыршақ тәуелсіз ел сияқты саясат жүргізіп отыр. Соның кесірінен Қытайдағы қазақтарымызды Қазақстан билігі қорғай алмай отыр. Мысалы, Израиль бүкіл жер бетіндегі еврейдің құқын қорғайды. Тіпті мынау фашистік Ресей жер бетіндегі бүкіл орыстың құқын біз қорғаймыз дейді. Германияда солай. Ал Америка өзінің ықтияр хатын алған, яғни грин картын алған шетелдіктің де құқын қорғайды. Оған дәлел осы Араб елі, Біріккен Араб Әмірлігінде Дубайда мынау кезінде Американың грин картын алған Уаң Жиңүй деген Қытайды, Араб пен Қытай бірігіп, Венгериядан Дубай арқылы ұшып, Америкаға бара жатқан жолында тұтқындап түрмеге салмақ болғанда, сол Америка грин карты болған үшін Америка араласып, сол жартылай азаматы Уаң Жиңүйді құтқарып қалды. Кейін оның жаңа қалыңдығы жүретін қызы У ханым, фамилиясы У. Ол Дубайда Қытайдың жасырын түрмесі бар. Ол түрмеде ұйғырлар, жалпы шыңжаңдықтар, мүмкін қазақтар жатқанын бүкіл әлемге әшкереледі. Кейін сол Дубайда Қытайдың жасырын түрмесі бар, әшкереленгеннен кейін барып, міне қазір Голландияда, тағы басқа Еуропа елдерінде, Америкада Қытай полициясының құпия мекемелері, Қытай ұлттық қауіпсіздігінің құпия мекемелері ашылып жатыр. Олар кәдімгі Қытай үшін жұмыс істейді. Енді бұл сөзіміздің неғып анау әлемдік ірі фашистік елдер одағынан қазіргі Қытай саясатына дейін жалғастырып айтып отырған себебіміз, Қытай қазір Қазақстанға да әмірін жүргізіп отыр. Оның дәлелі, Қазақстанда туысы қамалған қазақ тек Гүлайша Оралбайқызы ғана емес. Жаңағы Ділшат Оралбай ұлының нақақ қамалып отырған, 18 жылдан бері нақақ қамалып отырған сол Ділшат Оралбайдың туған ұлы да Қазақстанда, оны үркітіп, қорқытып отырған Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі. Бұл пікірмен де Гүлайша Оралбайқызы сіз келіспеуіңіз де мүмкін, бірақ үнсіз қалуыңызға әбден болады. Бұл менің пікірім. Бұл және мен Америкада болғандықтан еркін айта аламын. Ал сіз Түркияда болғаныңызбен Қазақстанның әлі азаматсыз, сіз қорқуыңыз мүмкін. Бірақ мен өз көзқарасымды айта беруіме болады. Енді жаңағы жалпы Қазақстанда қорқып Қытайда қамалған туыс туғанын іздей алмай отырған қазақтың легін айтсақ өте көп. Мысалы, Қарақат Әбдешқызы, Іле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы Буыршын ауданының қызы. Ол бүкіл әулетімен, күйеуімен және екі қайнысымен, қайнатасымен ол Буыршында туристік үлкен әдемі жерде қонақ үй бизнесін, ресторан бизнесін ашқан. Және туристерге қызмет көрсету бизнесімен айналысқан. Ол Буыршын енді өте көркем
жер табиғат өте көркем, Буршин өзені мен Ертіс өзенінің қиылысы, маңында жаңағы көркем Қанас бар мысалы. Ал туристер ең көп келеді. Енді сол Қарақат Әбдешқызының күйеуін 20 жылға ма 22 жылға соттайды. Қайнатасын тағы да ұзақ жылға соттайды. Екі қайнысын соттайды. Бір үйден 4 еркекті соттап жібереді. Ондағы бар мақсаты сол жаңағы Іле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы Буршин ауданының партия комитетінің секретары, парткомның бірінші секретары Қытай қатын олардың туристік бизнесін тартып алмақшы болды. Олардың қонақ үйлерін тартып алмақшы болды. Гостиницаларын, хотелдерін, ресторандарын тартып алмақшы болды. Сөйтіп олардың қонақ үйлерін шаққызды, ресторандарын шаққызды. Сөйтіп енді ол жерге Қытайдың өзінің бизнесін қойып жатыр. Сөйтті де нақақтан қазақтың 4 еркегі сотталып кетті. Ал Қарақат Әбдеш екі бүлдіршін, ол Қазақстанға ерте көшіп келген қазақ, Қазақстанның азаматы, оған тиіс алған жоқ. Қолында қазақ паспорты. Ең соңында Қазақстанға амалсыздан күйеуінен, екі қайнысынан, қайнатасынан айырылып келді. Енді сол Қарақат Әбдешті Қытайдың жасырын күштері және Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі бірігіп отырып, қорқытып, қоқан-лоққы жасап, сол Қарақат Әбдеш Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің алдында, Астана қаласында бірнеше мәрте пикет өткізген үшін өлтіреміз, анау бүлдіршіндеріңді ұрлап кетеміз, бүлдіршіндеріңді өлтіріп кетеміз деп қорқытып, нәтижесінде Қарақат Әбдеш қазір сотталып кеткен күйеуі туралы ләм-мим демейтін халге жетті. Неге? Оның бауыр еті баласы ол үшін бірінші керек болды. Ал оған үрейді тудырып отырған Қытайдың Қазақстандағы жұмсақ күштері, Қытайдың жаңа шашал десе басалатын, Қытайдың осы Қазақстанда компанияларының консультанты, кеңесшісі болып жұмыс істейтін, Қытай үшін жұмыс істейтін сол жұмсақ күштер. Олар тіпті сол Қазақстанда қарақолдарды, рекеттерді ақша берді. Себебі оларда ақша көп. Қытайдың мұнай компанияларынан олар бөле алып отыр, үлес алып отыр. Сөйтіп олар жаңағы ақылға көнбеген, ақша берейін десе көнбеген, бопсаға көнбеген Қарақат Әбдешті қорқытып, ең соңында күйеу туралы арыздануды да тоқтатқызды. Бұл бір. Екіншісі, Алтай қаласынан, яғни Іле Қазақ автономиялы облысы Алтай қаласынан және Алтай қаласының Жеменей ауданынан келген, сол Қытайда ресторан ашқан, тойхана ашқан, кәдімгі жас болса да бас болып бизнес жасаған өнерпаз Алтынай Арасанқызы деген болған. Алтынай Арасанқызының күйеуі жас үйленген. Оны Қытайлар түрмеге қамайды. Түрмеге қамағаннан Алтынай Арасан арызданып жүріп түрмеден шығады. Енді сол түрмеден шыққан күйеуін жібер, ел қатарлы маған Қазақстанға жібер, біз жас үйлендік, мен әлі бала сүйген жоқпын деп жылап зарлағанына қарамастан күйеуін Қытай жібермей отыр. Сол кезде Қытайдың полициясы не деп айтады? Біз сені Қазақстанға жіберсек, сен концлагерьде отырғаныңды, яғни Қытайлар айтады жаңа тәрбиелеу орталығы. Біз концлагер дейміз. Сонда отырғаныңды әшкерелеп қоясың. Біз сені өлтіріп тастасақ өлтіреді екенбіз, бірақ ешқашан Қазақстанға жібермейміз деп айтады дейді. Біз сені өлтіріп тастауға да дайынбыз, бірақ Қазақстанға жібермейміз дейді. Міне сөйтіп жас жұбайлар екі жақта аңырап жылап отыр. Бұл екі. Үшіншісі, әлгінде біз айттық, Байболат Күнболат. Оның інісі өлі ма, тірі ме? Қытайлар оны сойып, бауыр бүйрегін бір өлгелі жатқан бауыры уланған, не бауыр қатқан бір Қытайға сап жіберді ма? Бүйрегін 260 мыңнан 520 мың долларға сатып жіберді ма? Көзінің жаңағы мүйізгек қабатын әрқайсысын 30 мың долларға сатты ма? Білмей. Інім тірі ма, тірі емес пе? Білмей Байболат Күнболат әлі шырылдап жүр. Ал Қалида Ақытқан 3 ұлы, 3 келін, 14 немересінің өлі-тірісін біле алмай, ол кісі шырылдап, 70-тен асқан жасына қарамай, ол кісі зарлап отыр. Ал Қытай консулдығының алдында қаншама апалар, қарындастар бар. Мысалы, менің жерлесім Тұрсын деген апамыз бар. Ол кісінің күйеуі пенсияға шыққан, қарт адам, 2 ұлы бар, Қазақстанға көшіп келген, 2 ұлы, екеуі де доктор, дәрігер, Қазақстанда дүрілдеп кәдімгі медицина саласында жақсы жұмыс істеп жатыр. Қазақ тіліне судай, өздері жаңағы біз басқа дәрігерлер сияқты емес, адал, таза жігіттер, жаңағы табысын адалмен табады, науқастарын жаңағы диагнозын дәл айырады. Әсіресе мынау коронавирустың кезінде қазаққа өте үлкен еңбек істеді сол жігіттер. Қаншама жаңағы ақшасы жоқ азаматтарды да тегін емдегенін естідік. Қиналып жаңағы ауырған, бірақ ақшасы жоқ. Естіп жатырмыз. Дәл қиналып
тыныс ала алмай келгендерді емдеп тұрғызып берген. Одан басқадан небір күрделі науқастарды жаңағы емдеп жазған сол менің екі жерлесім, екі бауырым бар. Сол сол жаңағы Тұрсын апамыздың күйеуі. Соны бар болғаны екі ұлын Қазақстанға жіберген үшін пенсияға шыққан адамды нақақтан нақақ бәлен жылға соттап жіберді. Мұнда бәйбішесі жаңағы Тұрсын апамыз аңырап жылап жүр міне. Нақақ. Одан басқа қаншама және ана жерде қарындастарымыз жүр Қытай елшілігінің алдында ереуілі тұр. Оны біздің ұлттық қауіпсіздік апарып қамайды. Яғни Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі Қытайдың жаңағы үкіметінің тапсырмасын орындап отыр. Енді әлгіндегі сіздің айтқан 18 жылы қамалып түрмеде өлтірілген, осы жуырда өлген, қайтыс болған, бірақ мәйітін туысына бермеген әлгіндегі имам туралы айттыңыз. Аты жөні кім деп едіңіз? Кешіріңіз. Қуат Әбілбек. Қуат Әбілбек. Бағанағы Нұр деген жігіттің әкесінің есіме келді. Не екен? Нұр, ой Құдай жаным, Нұрмолда. Ой, әкесі Ермолда. Нұр Ермолда. Ермолда, иә. Ермолда. Енді осы кісілердің мысалы жаңағы Қазақстандағы туыстары ғайып жаназа оқу керек. Елді, халықты, жұртты хабарландыру керек. Құрметтеп аруаққа жаңағы өліге деген құрмет, ғайып жаназаны оқытып, асын беріп, кәдімгідей ол аруақтарды разы қылу. Онан кейін ана біздің ол біздің енді ұлттық дәстүріміз. Мен бірдеңе әзір бір сұмдық хабар естідім. Әзірдің өзінде Үрімжіде кешкі сағат 7:30-нан 11-ге дейін аралықта өрт кеткен. Үрімжі қаласы. Сен естімедің мына хабарды, өрт кеткенді? Маған хабар келді, иә. Өрт кеткенде ол ана сырттан өшіретін машинені ішіне кіргізбепті, ана машинеге коронавирус жұғады деп. Өрт машинесін ішіне кіргізбейсіз, анау алыста тұрып өшіріп, ол өшіріп айтып болғанша өзі бірталай адам өлген ұқсайды. Сондай бір сұмдық. Маған жеткен хабарды мен осы арада сізге тіке оқып бере салайын. Маған жеткен бұл ақпаратты қазір міне. Содан кейін және бір нәрсе, енді біздің халықта бар ғой, мындай бір нәрсе бар екен. Мен неше күннен бері бұнымен сөйлесіп жатырмын. Енді бұларда мындай нәрсе бар екен. Біздің ауылдың адамдары, біздің сол жақтың адамдарында мындай нәрсе бар екен. Бүйтеді, ана мәселен әлгі біздің молданы өлтірді ғой. Енді ол молданы өлтіргенде дейді. Сонда ол молданың өзінде де бар деген нәрсе. Енді ол былай, өзінде бар емес. Қытай үшін ол бір енді не ғой дейді. Қылмыс дейді. Қытай үшін молда болу, дінге сену, намаз оқу деген қылмыс. Сондықтан енді өлтірді деп, сондықтан өлтір дейді. Сонда ол бір жай нәрсе сияқты да, енді Қытай үшін қылмыс болғандығы үшін өлтіруге тиісті сияқты да. Сонда ол енді адамдық құқық деген нәрсе, бір біздің қазақтар бар ғой, өзінің адамдық құқығын білмейді екен. Солай жасап жатқан адамдар бар екен. Мен біраз енді әлгі неменесі төменірек адамдармен сөйлестім ғой. Сонда енді ол Қытай үшін қылмыс болса, дүние енді адамзат үшін қылмыс нәрсе емес қой. Әмелет ол Қытайдың заңында да қылмыс емес ол. Ол қылмыс емес қой, Қытайдың өзінің заңында қылмыс емес. Бір ұлт болады екен, оның діні, оның тілі, оның тұрпадеті, мәдениеті менен ол сол ұлт болып қалыптасып тұра алады. Ал ол ұлт сол мемлекетте жасаған екен, ол өзінің сол мәдениетін сақтап, оның құқығы бар. Ол қылмыс емес ешқандай заңда, ол халықаралық заңда да қылмыс емес. Қытайдың заңында да қылмыс емес. Ал оны өзіміз заңдастырып, оны қазақтар өздері заңдастырып, өздерінің миында сондай бір заң қалыптастырып, олар енді сөйтіп қылмыс өткізіп қойған Қытайдың заңына солай бір қарсы істеп қойған, енді оның өлімі де енді амал жоқ, енді өліп қалады, енді амал жоқ өлтірсе деп сөйтіп отырған қазақтарымыз бар екен. Ал мына санадарыңды ашыңдар, айналайындар. Ол қылмыс емес. Қорықпаңдар, ол қылмыс емес. Бір ұлттың өзінің ғұрпадеті, ол өзінің мәдениеті, қайсы дінге сенеді, мейлі бұтқа сенсе сенсін, ол өзінің бұл қысқа ғана бір өмірде өзі қалай рахат жасаса солай жасау керек. Тек қана заңын бұзбаса болды. Қытайдың заңын, не болмаса дүниенің заңын, не болмаса адам өлтірмесе, заң бұзу деген көп қой, мәселен, ондай жұмыс істемесе, ол заңсыздыққа жатпайды. Сондықтан қорықпаңдар, туыстарың молда болып өлтірсе, не болмаса үйінен Құран шықса, ойбай, Құран шыққандығы үшін Қытайдың заңына қайшылық істеп қой деме. Ол Құран шыққан деген Қытайдың заңына қайшы нәрсе емес ол.
және ол Құранды Қытайдың баспасынан, Шинхуа баспасынан, халық баспасынан өздері рұқсат беріп, өздері заңды басып шыққан Құран. Иә. Және оның басқа ешқандай жазу жоқ. Осы бүкіл дүние жүзіндегі Құран қалай болса, ол да сондай Құран. Бір әріп өзгермеген Құран. Мәселен, бағана ғана Қуат деген Шинжаң бір не бар ғой, бір ислам университеті дейтін университет бар ғой. Шыңжаң ислам институты деген ислам бар. университеті, ол заңды университет, ешкімнің жеке ашып алған университет емес. Сол университетте оқыған жігіт, сол жерден тәрбиеленіп шыққан. Ол бір заңсыз бір жерде оқыған, ондай жағдайы жоқ. Ол заңды түрде мешіт салды, ешкімнен рұқсатсыз өз алдына салған жоқ. Халықтан жиу жиып, үкіметтен таңбасын бастырып рұқсатын алып мешіт салған адам. Енді оның күнәсі жоқ, күнәсіз өлтіріп отыр оны. Сол қылмыс па сол? Қандай бір адамзат қоғамында, қандай бір ортаға қойсаң да ол қылмыс деп есептелмейді. Енді мына жалпы Қытайдан келген қазақ болсын, Қазақстандағы қазақ болсын, бір нәрсе өте маңызды. Өзінің құқын білу. Конституцияда белгіленген құқық және бүкіл халықаралық адамдық құқық заңнамаларында белгіленген құқық. Ол құқықтарға Қазақстан үкіметі де, Қытай үкіметі де бәрі қол қойып қойған. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған елдердің барлығы дүниежүзілік адамдық құқық жарғыларына, конвенцияларына қол қойып қойған. Ал енді осы құқықтың аясында заңды өздері бұзып, ол адамды қандай да бір жаламенен, кез келген бір сылтауменен оны соттайтын болса, еркіндігін шектейтін болса, онда қалған қазақ өре түрегеліп соның құқын қорғау керек. Иә, солай істеу керек. Ал құқын қорғамаған қазақ, біріншіден ол адам емес, екіншіден ол надан, үшіншіден ол Құдайдың қарғысына қалады. Сен өз басың еркіндікте тұрып, зұлымдықта шарасыз қалған, ешқандай көмек айналасынан келмейтін адамға сен еркін әлемде тұрып, сен оның құқын қорғайтын бір қарекет жасамасаң, іс жасамасаң, сөз айтудан қорықсаң, ол Құдайдың қарғысына қалатын бірінші тірлік болады. Бұл жаратушының заңына қайшы. Жаратушының заңы бойынша біз бұл дүниеге сынаққа келдік. Біздің ауырлығымызда, біздің көрген Құдай берген нығметтер де бізге жаңа Құдайдың салған ауыртпалықтар барлығы сынақ. Ал осы сияқты біздің ол жақтағы туыстарымызда, тіпті туысымыз түгілі албаты жерлесімізде, мүлде бізбен туыстық қатынасы жоқ кез келген қазақ бізге сынақ. Біз ол жердегі қазақтың құқын қорғауға міндеттіміз. Ал егер ол жерде қазақтар туралы біз қандай да бір қарекет жасап, олардың құқын қорғамасақ, біз Құдайдың алдында қара бетпіз және Құдайдың жазасына қаламыз. Әлгіндегі Қазақстанда әлі де қаншама қазақтар отыр. Мысалы, мынау соңғы кезде қазақтың малын қыстаудан қыстауға, жайлаудан жайлауға көшіртпей, малдың қойдың сілекейінен тест алып жатыр. Қойдың сілекейінен тест алып, анау бәленбай қора қойды, 30-40 қора қойды иіріп қойыпты. Ол 30-40 қора қойдың иіріліп, сайдың аузында жиналып, жаңа жатқанына бір ай болыпты. Қақаған аяз. Сонда ол енді бір жағынан ана қойы өлу керек. Онан енді бір жағынан жайлауда сатқан құрт майының ақшасын, анша-мынша алық тұрғын сатып алған ақшасын, жаңқалтадағы ақшаны ана тез тексереміз деп, ол ақшасын суырып алады енді. Жаңқалтасын бірақ суырып алады. Одан кейін ана тірі қалған қойы өледі. Сонымен былай. Бітті. Қазақты банкрот қылу керек. Одан қалған енді қыстай аштан өледі үйінде жатып. Аштан өледі. Иесін карантиндеп жаңағы аудан орталығына, қалашыққа, ауылға карантинге еркегінде, әйелінде жауып тастайды. Бітті, сосын малы не қорада аштан өледі, не жаңағы жайлауда, тас қораларда, не ен далада аштан шөлден өліп жатыр. Қасқыр қуып өліп жатыр. Өткенде ғана біз Американың медиасына шығарып, 350 қойы бар қазақтың, ол карантинге жабылған кезде қойының бәрі аштан өліп, жардан құлап өліп, қасқыр жаңағы тамақтап өліп, және жабайы иттер қуып, жардан құлап, сөйтіп өлген қойының саны жаңағы небір тірі қалған қой 33 бас қой қалды. Ал қалған қойының бәрі біткен. Теңкиіп жатыр. Енді осының барлығы қазақты банкрот қылу, тақыр таза қайыршы қылу, сосын қазақтың қолындағы жерді жайлауды алып алу. Жерді жайлауды алып алғандағы мақсат не? Бүкіл Шыңжаңдағы мынау жасыл жерлер, сулы жерлер, адам өмір сүруге қолайлы жердің бәрі қазақтың қолында. Енді сол қазақтан жаңағы жерді өстіп мәжбүрлеп тартып алады да,
миллиондаған Қытайды Шыңжаңға кіргізту, ал қазақты жаңағы жұмысқа орналастырамыз, жұмыспен қамтамасыз етеміз деп ішкі Қытайға құлдыққа жіберу. Ішкі Қытайда өлгелі жатқан шал $1000 жұмыс істемейді. Ал қазақтың атпал азаматы ол жерде $100, $150 жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Сонан кейін бір нәрсені байқап қалдым мен. Сол жақта тұрып видео істеп жатыр. Ол видеоны әтей жіберіп жатыр. Бері қарай кетсін деп жіберіп жатыр. Ол қазақтардың құлағына жетсін деп. Ана жақтағы арғы бетте Қазақстандағы деп жіберіп жатқан болуы мүмкін. Мәселен, оның ішінде не істей алады олар өздері? Сол жерде нені түсінуге болады? Қазақтар сол жерде нені түсінуге болады? Ана Қытайдарға ана пайдасының болып жатқандығының мәлім анадан. Ана видео істеп жіберіп жатқаны сол істеген видеоларының былай қысқасын айтқан кезде олар айғайлағандығы үшін, дертін айтқандығы үшін азырақ болса да оларға пайдасы болып жатқандықтың белгісі. Сондықтан олар шырылдап әйтеу қорықпаған кішкене бар. Ең қысқасы қорқатын ғой енді олар, әлгі бүтін қарым-қатынасты үзіп тастағандардың өзі әзір жанынан не тойды олар жанынан тойды, не өлім не көрім деп жатыр. Және бір жағынан пайдасы тиіп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан олар видео істеп жатыр. Сондықтан қазақтар тыныш отырмай айтыңдар, халықараға жеткізіңдер. Дүниеде бәр адам қорқақ емес, небір мықтылар бар, небір мықты саясаткерлер бар. Ең азында біздің істеген арызымыздан өздерінің әлгі жеке бас пайдасы үшін, мәнфааты үшін болса да пайдаланып болса да бізге азырақ болса да бір жолы ашылады деген сөз. Содан пайдаланып қалса да бізге пайдасы болады. Оған дәлел, өткенде Іле Қазақ автономиялы облысы Шапшал ауданынан келген бір келіншек арыз берді. Ол келіншектің арызын біз осы Атажұрттың YouTube каналында жарияладық. Оның доктор шешесін, жасы келген доктор шешесін алғанда карантин деп қамап тастаған. Карантинде жатқан шешесіне дәрі, укол, температура түсіретін дәрілер бермек түгілі, оған тамақ та бермейді. Су да жалғыз өзін апарғанда бір бөлмеге қамаған. Ол адам тіпті мына коронавирустан емделетін дәрі бермек түгілі, ең соңында маған тамақ беріңдерші, мен тамақ ішпедім, бәлен күн аштан өлетін бөлдім дегенде телефон арқылы айтып үлгерген. Қызы бізге арызданады. Сол арыздан біз видеоны жариялаған күннің ертесінде шешесін облыстық емханаға жөткеген, қазір барлық шарт жағдай жақсы, тамағын да беріп қадағалап алған. Әрине, сенің қызың террористік ұйымға жолап кетіпті, сенің қызың идеясында шатақ бар, сен қызыңа айт бүйт деп ол кісіні қыспақ қалған болуы мүмкін. Бірақ кем дегенде аштан өлуінің алды алынды. Анау температура түсіретін дәрі уколдарын салып отыр. Себебі ол кісі өлетін болса, Қазақстандағы қызының тыныш қоймайтынын, халықараға дабыл қағатынын біліп отыр. Қытай қорықты. Және екінші бір нәрсе. Іле Қазақ автономиялы облысында малдарды өстіп жайлаудан қыстауға, қыстаудан күзеуден қыстауға көшірткізбей карантинді сылтауратып қамап жатқандығы туралы дабыл қақты. Гүлжан Тоқтасын дабыл қағып жеткен ақпараттарды айтып, ел жұртқа арыз беріңдер, біз митинг өткіземіз деп Алматы қаласына жаңа өтініш тапсырды. Ол өтінішке тойтарыс берді, митинг өткізуге рұқсат бермей қойды. Біз оны Қазақстан билігінің Қытай билігімен бір екендігін дәлелдеу үшін әдейі өтініш тапсырғыздық. Олардың өтінішке жаңағы рұқсат бермейтінін біліп отырмыз. Бірақ біздің бұл қарекетіміздің нәтижесі, бұл Қазақстандағы Қытайдың шпиондары, тыңшылары бар, біздің Атажұртты аңдып отырған Қытайдың мемлекеттік мекемелері бар. Твиттерде біз ағылшынша, қытайша біз жазып жатырмыз. Халықаралық медиаға, Американың медиаларына міне қаншама мәрте дабыл қағып жазып жатырмыз. Интервьюлерінде айтып отырмыз. Міне күні кеше Тайванның медиасында дабыл қағып. Нәтижесінде Іле Қазақ автономиялы облысында адамды карантинге жапсаңдар, малды қорасында қараусыз қалмасын дейтін үндеу шыққан. Енді ол қаншалықты атқарылып жатыр. Мысалы, біреудің күйеуін немесе әйелін карантинге жауып тастады, үйінен мәжбүрлеп алып кетті. Енді соның қорасындағы малы жем шөпсіз, сусыз қалмасын. Арнайы сол ауылдың әкімі және басқа да анау жүріп тұруға рұқсаты бар адамдар ана малды қадағалауға міндетті деген кәдімгідей WeChat тобында аудио бұйрық шыққан. Ол құжатты бұйрық болған болса, бізге қолымызға тисе керек. Аудио бұйрық болды. Бұл да қазақтардың арызданғанның нәтижесі. Кәдімгі арыздануының нәтижесі. Сондықтан осындай өте көп дәлелдер бар. Сондықтан осындай дәлелдер
қазір енді бір қызық нәрсе, бізге құпия арыз беріңдер, қорықсаңдар дегеннен кейін бір кісілер бізге өздерінің Қытайдағы туыстарымен WeChatте сөйлескен сөздерін екінші бір телефонмен видеоға түсіріп бізге жіберіп берді. Айта берші, мен Мәликені шақырайын мына жерден. Айта бер. Мәлике, Сол Мәлике. Gel. екінші телефонмен видеоға түсірді, кәдімгідей екінші телефондарын алып тұрып видеоға түсіріп, сол ана жақта WeChatпен өздері сөйлесіп жатыр. Баласының бәйін басқа телефонмен түсірген видеода Қытайдағы туысы айтып жатыр. Біз жақтан үміт жоқ, енді сендер жақтан бір қайран болмаса деп жатыр. Біз жақтан үміт жоқ деп айтып жатыр. Соған қарағанда олар шетелдегі туыстарынан, Қазақстандағы туыстарынан, Қазақстандағы қазақтардан қайыр күтіп отыр. Және оны қорықпай өздері ашық айтып отыр. Сондықтан Қазақстанда қазақтар қарекетке келу керек. Одан басқа амал жоқ. Сол естіп жатыр, және 10 минут уақыт бар. Жақсы, ендеше Гүлайша, біз сіздің жаңағы арыздарыңызды мүмкін болса қызыңыз арқылы жазып, маған тікелей жаңа WhatsAppта жіберіп бер. Ана қайтыс болған кісілердің аты жөндері, орын уақыты, керек фактілерді біз көтереміз. Жаңағы анаңыз туралы да фотоға түсіріп, менің WhatsApp'ыма жіберіп бер. Оны да біз аударып ағылшынша, қытайша халықаралық ақпаратқа көтереміз. Сосын баяғыдағы сияқты өзіңнің тіке телефоныңды жаңа саясаткерлер мен тілшілерге береміз, өз аузыңнан интервью бересің. Біздің жұмысымыз осы. Қытайда ең соңғы қазақ бостандыққа шыққанша, және Қытайдағы қазақтың адамдық құқықтың санасында оның өмір сүру құқы, еркіндігі, бас бостандығы, мал мүлік құқы, жер құқы, жылжымайтын мүлік құқы, банктегі ақшасы, компаниясы, тағы басқа, қысқасы оның білім алу құқы, шетелге сапарлау құқы, туыс туғанмен сөйлесу құқы, шетелдегі өзінің туыс туғандарымен хат-хабар алысу құқы, телефонда сөйлесу құқы. Бұның барлығы адамдық құқықтың жаңа құрамында. Сондықтан әрбір қазақ Қытайдың заңы солай деген әңгімені айтпау керек. Қытай халықаралық заңнамаларға қол қойған, және өзінің жаңа жазған қағаздағы әдемі заңында азаматтардың ондай құқықтарының бәрі қамтамасыз етілген. Қытайдың конституциясында азаматтардың дінге сену құқы және дінге сенбеу құқы болады. Мына діннен ана дінге ауысу құқы болады. Дінге сенетіндердің дінге сенбейтіндерді, дінге сенбейтіндердің дінге сенетіндерді жаңағы мұқату, кекету құқы жоқ. Әрқандай адамның діни наным сенім бостандығы қорғалады. Азаматтардың хат-хабар алысу құқы қорғалады. Жеке меншік құқы қорғалады, мал мүлкі байлығы қорғалады деп анық жазған. Және Қытай Халық Республикасы өзі қол қойған халықаралық конвенцияларға, заңдарға және Біріккен ұлттар ұйымының жарғыларына бағынады деп тұрып жазған. Енді өсти отыра, ол жерде азғантай қазақ, өзі момын қазақ. Енді сол қазақты жаңағы жаныштап қырып жоямын десе, біз оған жол бермейміз. Себебі қасыққанымыз қалғанша, соңғы деміміз қалғанша біз Қытайдағы қазақтың құқын қорғаған. Қытай билігі ойламасын, жуас қазақты сұраушысы жоқ, жаңағы қалағанымша өлтірем, қамайым, мал мүлкін тартып алам, жайлауын жерін тартып алам деп. Оған ешқашан жол берілмейді. Себебі Қытайдың Қазақстанда мүддесі бар. Біз қаласақ, Қытайға қазірге дейін қанша санкция салғызып отырмыз, сол жұмысымызды жалғастырамыз. Қытайды халықаралық қысым арқылы Қытайды батыстың алдында мәжбүрлеп осы талаптарымызды орындауға мәжбүр қыламыз. Сондықтан біз әрбір қазаққа, осы видеомызды тыңдап отырған әрбір қазаққа айтамыз, әрбір қазақ өзінің құқын қорғауға тиіс. Біз Ирандағы қазаққа Иран билігі тисе, қорғауға дайынбыз. Өзбекстандағы қазаққа өзбектің диктаторы тисе, қорғауға дайынбыз. Моңғолиядағы қазақтың қазірше жағдайы жақсы, бірақ Моңғолияда әсіре ұлтшылдық күшейіп келеді. Егер ол жердегі қазаққа да олар тізесін батырса, олардың да құқын қорғауға тиіспіз және дайынбыз. Ал Ресейдегі қазақтардың құқы қазір тапталып жатыр. Бейшара қазақтарды Украинаға соғысқа айдап, жастарын қынадай қырып жатыр. Мен міне Американы қазір яқут сақалар басып қалды. Олар Украинаға соғысқа тұтқынбыз деп қолға беріледі екен де, Украина үкіметі уәде қылған $10,000 алып, қолдарында куәлігі бар, Америкаға ұшып келіп, Америкадан босқындық мәртебесін алып жатыр. Ал осығанға дейін Ресейдің бір қазағы Америкаға сол жолмен кепті деген естіген жоқпын. Біз бүкіл дүние жүзіндегі қазақтың құқын қорғауға дайынбыз. Ендеше аман сау болыңыздар.
Жақсы, рахмет, Серікжан, Алла разы болсын сенен, рахмет, сау бол, жарайды анда. Енді мен сол халықаралық бүтін адам құқығын қорғау ұйымдарынан осы туыстарыма бір жәрдемдесуін талап етемін. Осы туыстарымды, міне бүтін қазақтар, мына шешемді, бәріне бір жалпы қазақтар тыныш жатпаңыздар, бәрлеріңіз айтыңыздар, бізге болысыңыздар, Қазақстандағы қазақтар. Жерлік қазақтар болсын мейлі, қандастар болсын, бәріңіздер біз үшін сөйлеңіздер, ауыз ашыңыздар. Біз сіздерге құрал алып соғыс бер, барып Қытайдың басын жарып бер демейміз, тек қана дауыстарыңызды шығарып берсеңіздер бізге сода үлкен пайда болады. Үндемей жатқаннан сұралып қаласыздар, қазақтар, үндемей жатпаңыздар, қаһармандай халқым. Біз үшін не істеп береміз, іштен істеп бере алмадыңыз деп жатқан адамдар көп. Бірақ та іштен істеп бермесеңіз де, сөйлеп бергеніңіздің өзі, айтып бергенді, мына қазақтарға тиіспеңдер, қытайлар, Қазақстан өкіметі сөйлеңдер деп өстіп айтып, мынандай жұмыс болып жатты деп араша түскендеріңіздің өзі біз үшін үлкен жардам болады бізге. Оның пайдасы болады. Ұмытпаңыздар бәріңіз, тыныш отыра бермеңіздер, сессіз қалмаңыздар. Ал онда, сау бол, жақсы. Малика, мынаны өзім басқара алмай отырмын мынаны.